Наполеон империясы қалай құрылды және оның құлдырау себептері неде болды? Директория басқарған алғашқы жылдары мемлекет шетел интервенттерімен соғыста жеңіске жетті. Азаматтық соғыс ретінде басталған соғыс жаулаушылық соғысқа айналды. 1795 жылғы жеңілістен кейін Пруссия Франциямен Базель келісімін бекітті. Рейннің сол жағалауы Францияның қол астына көшті. 1797-1799 жылдары француздар басып алған Италия аумақтарында еншілес республикалар құрылды. Директория Египетке әскери жорық ұйымдастырды, бірақ ол сәтсіз аяқталды. 1798 жылы Европа мен таяу шығыстағы француздардың баса көктеп кіруіне байланысты Францияға қарсы жаңа коалиция құрылды. Франция тарихында елдегі билік шын мәнінде Наполеон Бонапартқа тиесілі болған, бірақ заңды түрде оның билігі әр түрлі жолмен шектелген кезең Франция консулдығы деп аталды. Он 18-ші Брюмер төңкерісі. Бұл республикалық күнтізбе бойынша 8-ші жылдың 18-ші Брюмерінде Францияда болған мемлекеттік төңкеріс. Григориан күнтізбесі бойынша 1799 жылдың 9-ші қарашасы. Біртіндеп 3 консулдың билігі бір консулдың Наполеонның диктатурасына айналды. 1804 жылы жарғы бойынша Наполеон француз императоры деп жарияланып, салтанатты түрде таққа отырғызылды. Францияда бірінші империя құрылды. Наполеонның кодекстері деп аталатын азаматтық, коммерциялық және қылмыстық кодекстер қабылданды. Олар феодалдық абсолюттік мемлекеттердің заңнамаларымен салыстырғанда озық болды. Францияның Наполеон басқарған жылдары жүргізілген бірнеше европалық коалицияға қарсы соғыстарын Наполеондық соғыстар деп атады. Францияға қарсы 7 одақ құрылды. Маңызды рөлдерді Англия, Ресей, Австрия, Пруссия ойнады. Бұл елдер Европа жерлерін Наполеондық үстемдіктен босатқысы келмеді. Сонымен бірге өздері жаңа аумақтар мен мекендерді жаулап алғысы келді. 10 жыл бойы Италия Наполеон империясына бағынышты болды. Германияның айтарлықтай бөлігі француз билігінде болды. 1805 жылы қазанда Трафальгар мүйісінің жанында ағылшын адмиралы Нельсон басқарған ағылшын флоты француз-испан флотын талқандады. Бұл 19 ғасырдағы ең ірі теңіздегі Трафальгар шайқасы болды. Осы шайқастан кейін вице-адмирал Нельсонның есімі ағылшын әскери теңіз күшінің белгісіне айналды. 1806 жылы Наполеон өзінің қорғаушыларымен Рейн одағын құрды. Оның құрылуына қарсы шыққан Пруссия Францияға қарсы соғыс ашты, бірақ жеңіліске ұшырады. Бірнеше шайқастарда француздардың жеңісінен кейін орыс императоры 1 Александр мен Наполеон бейбітшілік пен одақтастық туралы Тильзит шартын жасады. 1808 жылы Наполеон испан халқының короліне қарсы көтерілісін пайдаланып, өзінің ағасы Жозеф Бонапартты Испания королі деп жариялады. Сарагосса қаласының қорғаушылары өз қалалары үшін қасық қаны қалғанша күресті. Испандықтардың өз тәуелсіздігі үшін ерлік күресі 1813 жылы күзде аяқталды. Испания жеңілді, ал француз әскерлері тағы бір жеңіске қол жеткізді. Наполеон Бонапарт 1812 жылы 24 маусымда Ресей жеріне жорыққа шықты. Ресей халқы үшін бұл отан соғысына айналды.
1812 жылы Мәскеу маңайындағы Бородино деревнясының тұсында ірі шайқастардың бірі болды. Осы қантөгіс шайқаста француз әскерлері көп шығынға ұшырады. Француз әскері Мәскеуге енді. Маңайында халық соғысының жалыны өршеленіп тұрды. Сондықтан француз әскері Мәскеуден кері шегінді. Ресейдегі француз әскерінің жеңілісі барлық Наполеондық империяның құлдырауының бастамасы болды. Наполеонға қарсы бүкіл Европа көтерілді. 1813 жылы қазанда Лейпциг түбінде шайқас болды. Оған 500 миллионнан астам Франция мен одақтастардың әскерлері қатысты. 1814 жылдың басында одақтастар әскері Парижге енді. Наполеон тақтан бас тартып, Эльба аралына жер аударылды. Наполеонның ұзаққа созылған соғыстары Франциядағы бірінші империяның талқандауымен аяқталды. Наполеондық шайқастар аяқталған соң, жеңімпаздар империяны бөліске салды. Сол үшін Венада бүкіл жалпы Европалық конгресс шақырылды. Конгресс жұмысында жетекші рөлдерді Англия, Ресей, Австрия мен Пруссия атқарды. Францияда бурбондар билігі қайта қалпына келді. Конституциялық монархияны орнатқан конституция 1814 жылғы хартия күшіне енді. Жазаланған 16 Людовиктің інісі 18 Людовик деген атпен король болды. 1815 жылы көктемде Наполеон Эльба аралынан қашып, Парижге оралып, билікке қайта келді. 18 Людовик және оның жақтастары қашып кетті. Осы Бонапарттың қантөгіссіз таққа оралуы 100 күн деп аталды. 1815 жылы 18 маусымда Ватерлоо түбінде Францияға қарсы 7-ші одақ әскерлері мен Наполеон әскері арасындағы соңғы шайқаста Наполеон жеңіліп, әулие Елена аралына жер аударылды және сонда 1821 жылы қайтыс болды. Франция барлық жаулап алған жерлерінен айырылып, 1790 жылғы қаңтардағы өз аумақтарын сақтап қалды. Вена конгресінің шешімі бойынша Англия, Ресей, Австрия мен Пруссияға көптеген аумақтар көшті.